Саламатсыздар ма? Номер 34 орта мектебінің химия пәнінің мұғалімі Рахымберді Айгерім Әбсәлім қызы. Здравствуйте. Аширова Азода Насрединовна, учитель географии средней школы номер 34. Жыл басында берілген біздің жаратылыстану пәндер бірлестігіне берілген жоба бұл кіріктірілген сабақтар. В начале года нашему МОУ был дан проект. Проект называется «Интегрированные уроки». Жалпы бізде жобаның мақсатына келетін болсақ, бұл оқушылардың сабаққа пәнге қызығушылығының артуы, басқа пәндердің қажеттілігін оқушылардың түсінуіне ықпал ету, ұстаз үлкен ізденіс жұмыстарын жүргізуі және сабақ барысында барлық мүмкіндіктерді пайдалану. Жалпы осы жобаның негізгі міндеттеріне келетін болсақ, бұл зерттеу нысандарына сәйкес келуі, немесе өзара жақын болуы, кіріктірілген оқу пәндерінде зерттеу әдістерінің бірегейлігі немесе ұқсастығы, кіріктірілген оқу пәндерінің жалпы заңдылық, жалпы теориялық тұжырым негізінде құрылуы. Жалпы осы кіріктірілген сабақтардың күтілетін нәтижелердің бірі бұл оқушылардың оқуға қызығушылығын көтереді, пәнаралық байланысы нығаяды, уақытты үнемдеу арқылы практикалық білім алуға көп көңіл бөлінеді, барлық пәндерде оқытылатын кейбір тақырыптардың қайталануы жойылады, сонымен қатар оқушылардың шығармашылық ойлауын дамытуға, олардың алған білімдерін өмірде қолдана білулеріне көмектеседі. Жалпы жыл басында бізде кіріктірілген пәндер химия және физика. Жалпы 7-ші сынып таңдалды. Сабақ тақырыбы қатты денелердің сұйықтар мен газдардың молекул құрылымы таңдалды. Жалпы осы оқу мақсатына келетін болсақ, бұл 7-де-1-1-4 заттардың әртүрлі агрегат күйлерін білу және бөлшектердің кинетикалық теориясы тұрғысынан қатты, сұйық, газ тәрізді заттардың құрылымын түсіндіру. Сонымен қатар 7-3-1-1 заттардың молекул құрылысы негізінде газдардың, сұйықтар мен қатты денелердің құрылымын сипаттау. Яғни бұл химия пәндеріндегі теориялық ұғымдарды, соның ішінде молекула, атом, химиялық байланыс пен физика пәніндегі нақты үдерістерді, диффузия, бөлшектердің қозғалысы, температура әсері, өзара логикалық байланыста түсіндірілді. Бұл оқушыларға ғылыми ұғымдарды кең ауқымды қарастыруға мүмкіндік берді. Сабақ барысында түрлі анимациялар, тәжірибелер және интерактивті тапсырмалар қолданылып, оқушылардың қызығушылығы мен белсенділігін арттырды. Оқушыларда қалыптасқан негізгі дағдылардың бірі бұл химия және физика пәнінде кіріктірілген сабақта, яғни ғылыми зерттеу дағдылары, тәжірибе жасау, бақылау, қорытынды шығару, сонымен қатар критериалды ойлау, зат күйіне байланысты молекула құрылымын салыстыру, коммуникативтік дағдылар, сонымен қатар топпен жұмыс жасау, өз ойын дәлелдеп жеткізу. Ал бұл сабақтың нәтижелерінің бірі бұл оқушылар қатты, сұйық, газ тәрізді заттардың молекула құрылысын ажырата білді, модельдеу, бақылау арқылы теориялық білімді іс жүзінде қолдана алды, пәнаралық байланысты сезініп, химия және физика ұғымдарын бір-біріне байланыстыра білді, белсенді қатысып, ғылыми тілде ой айтуға талпынды. Химия және физика пәндерін кіріктіре отырып оқыту оқушылардың терең түсіну, салыстыру, сараптау қабілеттерін дамытып, өміріне байланысты білім қалыптастыруда тиімді тәсілдер болды. Сонымен қатар кіріктірілген сабақтар жобасы аясында жаратылыстану және биология пәндерінің арасында кіріктірілген сабақ өткізілді. Жалпы жаратылыстану пәнінде биологияны кіріктіріп өткізу үшін 6-шы сынып таңдалды. Сабақтың тақырыбы тірі табиғаттағы үдерістер, жасуша компоненттерін анықтау таңдалды. Жалпы оқу мақсаттары бұл 6-4-2-1 жасуша компоненттерін анықтау. Сабақтың мақсаты негізгі бұл жасуша құрылымын және оның негізгі компоненттерін тану, тірі табиғаттағы үдерістердің жасушалық деңгейде жүзеге асуын түсіну. Жалпы бұл сабақтың кіріктіру тиімділігіне келетін болсақ, жаратылыстану пәні арқылы тірі табиғаттағы биология үдерістерді, соның ішіндегі тыныс алу, қоректену, өсу қарастырылып, олардың жасуша деңгейінде жүретіні туралы білім қалыптасты. Биология пәні арқылы жасуша құрылысы мен қызметі терең талдау жасалды, өсімдік пен жануар жасушасының ерекшеліктері салыстырылды. Жалпы қорытындыға келетін болсақ, сабақ оқушылардың тірі ағзалардың құрылымы мен қызметі туралы ғылыми білімін тереңдетіп қалыптастырылды.
Пәнаралық кіріктіру арқылы оқушылардың алған білімді кең контекстті қарастыруға және өміріне байланыстыруға мүмкіндік алады. В рамках проекта были проведены интегрированные уроки по истории и географии. Тема урока – национальный и религиозный состав населения Казахстана. Цели обучения 9.4.1.1 определяет национальный и религиозный состав населения Казахстана. 9.1.1.5 представляет результаты исследования в различной академической форме. Для углубленного понимания темы были использованы картографические материалы, исторические источники и интегративные знания, такие как групповые исследования и дискуссии. Эффективность интеграции, межпредметная связь. Интеграция географии и истории позволила раскрыть тему с разных сторон, давая учащимся более полное и многогранное представление о национальном и религиозном составе страны. Активное вовлечение учащихся. Интерактивные элементы урока, такие как групповая работа с картами, статистическими данными, а также групповые задания, способствуют активному вовлечению учащихся в процессе обучения. Работа с реальными картографическими материалами и историческими данными сделала урок более интересным и познавательным. Развитие критического мышления. Учащиеся научились не только работать с картами и статистикой, но и анализировать данные, делая выводы о влиянии исторических процессов на состав населения, а также понимать, эти процессы отражаются в современности. Развитие коммуникативных навыков. В процессе групповых дискуссий и обсуждений учащиеся развивали навыки аргументации, обмена мнениями и совместного поиска решений. Интегрированный урок «Биология и физика». Тема урока – воздействие электромагнитных звуковых волн на организм человека. Класс 11. Цели урока. Определяет основные особенности электромагнитного излучения. Определить основные особенности звуковых волн. Объяснять воздействие электромагнитных и звуковых волн на организм человека. Для углубленного понимания темы были использованы демонстрации, видеоматериалы и интерактивные эксперименты. Эффективность интеграции. Межпредметная связь. Интеграция биологии и физики позволила рассмотреть проблему воздействия электромагнитных и звуковых волн на организм человека с разных сторон. Физика помогла понять, как эти волны распространяются и какие из них характерны и их характеристики. А биология объяснила, как эти волны влияют на ткани организма и здоровье в целом. Активное вовлечение учащихся. Использование видеороликов и экспериментов сделало урок более наглядным и интерактивным, повысив интерес у учащихся. Работа с реальными данными и моделями позволила более глубоко осознавать тему и сформулировать устойчивые знания. Развитие критического мышления. Учащиеся не только изучили теорию, но и проанализировали реальные примеры из жизни, такие как влияние мобильных телефонов, различных радиоизлучений, громких звуков и музыки на человека, что влияет на развитие человека, на их здоровье и критическое мышление. Интегрированный урок по теме воздействия электромагнитных волн на организм человека стал полезным инструментом, которые могут, такие как физические явления, могут оказывать влияние на биологические процессы. В ходе урока учащиеся смогли связать теорию с практикой, а также научились принимать меры предосторожности, чтобы избежать негативных последствий. Использование межпредметных связей помогло учащимся не только понять физику волн, но и осознавать их реальное влияние на организм человека. Спасибо за внимание.